Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте оңай шоколадный пирогтың рецептін ұсынамын. Ол үшін ең алдымен видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен сүтімізді ысытып аламыз, оның үстіне, ыстық сүтіміздің үстіне 70 грамм қантымызбен 30 грамм какаомызды қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Сүтімізді қатты ысытып қажет емес. Осылай жақсылай біркелкі болғанша венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді қамырымызды дайындайтын боламыз. 3 жұмыртқамыздың үстіне 120 грамм қантымызды қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Шамамен 5-10 минуттай араластырсақ жетеді. Оның үстіне майымызды, сұйық майымызды құйып, тағы да бір араластырып жібереміз де, жаңағы дайын болған шоколадты массамызды қосамыз. Шоколадты массамызды қосып, тағы да венчик миксерімізбен тағы да араластырып жібереміз де, енді ұнымыздың үстіне разрыхительді қосып, ұнымызды 3 бөлікке бөліп, жақсылап қосып араластырып шығамыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Енді осыны 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып, 30-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз мінекей пісіп шықты. Енді толықтай суытып, ыдысынан шешіп, үстінен шоколадный глазурымызды құямыз. Шоколадный глазурдың рецептісін астына жазып кететін боламын. Пирогымыз дайын болды. Пирогтың иісі де, дәмі де шын мәнісінде өте дәмді, нәзік болып шығады. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Міне өте жұмсақ, өзінің формасын ұстап тұратын шоколадный пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтын сөзсіз. Егер жасаған болсаңыз, комментарийге өзіңіздің ойыңызбен бөлісе кетіңіздер.